Атаның қадірін айтайын, ананың қадірін айтайын, балаға деген ықыласын санаға салып байқайын. Есіңе түссін елпілдеп, қаз басқан қадам тәй-тәйің ер жеткен соң аңсайсың, әкең менен шешеңнің адам бол деген айқайын. Әсілі аят хадистен майлы қожа бабамдай, майлы қожа бабамдай сабасын сөздің шайқайын. Туғаныңда қуанған, дүние малым бұланған, аман болсын балам деп Алладан медет сұранған. Жәрдеміңе жараған, қабағыңа қараған, жолаушы болып кеткенде сағынып келген даладан. Мінәсіп атқы міндірген, жарасар киім кийдірген, қарнашар деп кәбәк боп алдыңа тамақ үйдірген. Иығына міндірген, жерге сыймай қоярға етегіне сийдірген, 62 тамырын әуелден Құдай үйдірген. Мектепке беріп жасыңдау танытып құбыла білдірген, жыласаң көңілі жүдеген, қуансаң тасып үдеген. Көркіңе көңілесіп Алладан өмір тілеген, әкеңдей құбыла қамқорың табылмас мынау дүниеден. Мейірбаның ей жанакей, әкеңді өлмес болсайшы, қасірет болып көңілге қапада келмес болсайшы. Әкенің қадірін ұл мен қыз тіріде кезде білсейші. Тоғыз ай 10 күн көтерген, мехнат тартқан, төтеннің еңбегінде етөлген, зиярат қылып сыйласаң кем емес құла мекеннен. Қадірін оның білмесең, қызметінде жүрмесең, арамыз алым болғаның ұрғаны Құдай жетеңнен. Жақсылық қылған піріңе, жамандық қылсаң тіріде жазаңды Алла тартқызар, орын жоқ жәннат мекеннен. Ей аузыңа ақ сүт емізген, шайнап тамақ жегізген, осы бір жарық дүниеге себепкер болып келгізген. Құйрық шайнап май берген, құндақтап жерден жай берген, оның қылған қызметін күнменен жұлдыз ай көрген. Анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден, ыңылдап даусың шыққанда му шықпаған, жырақ қасыңнан күйзеліп жаны ашыған. Ей қараңғыда жыласаң, таныған көрмей даусыңнан, мейіріңді суға қандырған мейірбан бар ма осыдан? Алла пайғамбардан соң күл жақын ей досыңнан, қияметке кеткенше өлшеулі өмір өткенше, көбелекті айналып пәруана болған басыңнан. Ей ақ етегін сарылтқан, ерніңе емшек дарытқан, қарныңа қорек барытқан, беліңнен батып былғансаң жеркенбей жуып арылтқан. Мұздайда бесігі таянған, жыласаң шошып оянған, анаңдай қамқор бар мекен жаныңа жақын саяңнан. Оның қызметісінен не болар жаның аянған, аязды күн айналып, бұлтты күні бұрылған, жас нәресте күніңде қайырылып келген қырыңнан. Ей ыстық пенен суыққа перзенті үшін ұрынған, дүнияда Құдай жаратқан мейірбан қылып бұрыннан. Тар құрсағын кеңіткен, тас емшегін жібіткен, ыңылдап жатып ауырсаң жарым жасын кеміткен.
Айналайын ай дегені жан жиыңдан еріткен бұл бүйіп ажалғанда анаңда өлмес болсайшы анасы кетіп қасіретін балада көрмес болсайшы шер жүрек болып артында қалада бірмес болсайшы қапа болып көңілін налада көрмес болсайшы әр перзентті құдайым жетімде қылмас болсайшы ананың қадірін ұл мен қыз тіріде кезде білсейші